Пирожкилеріңіз дұрыс шықпай, іші шикі болып жатса, осы универсал рецептті қолданып көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге тұзымызды саламыз, жақсылап араластырып, сосын үстінен сұйық майымызды, ерітіп алған майымызды құятын боламыз. Құйып жақсылап араластырып, үстінен ашытқымызды салатын боламыз. Сосын ұнымызды салып, ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Сосын үстінен азғана сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, қамырымызды 1 сағатқа ашытуға қоятын боламыз жылы жерге. Сосын салмасына қайнатылған картоп, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, салмасын жасап алатын боламыз. Мінекей қамырларымыз көтеріліп, әдемі болып ашып шықты. Ашыған қамырларымызды енді бөліктерге бөліп алатын боламыз. Барлығын бірдей етіп, осы видеода көрсетілгендей етіп бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымыздың бетін пищевой пленкамен 10 минутқа тындыруға қоятын боламыз. Тынған қамырларымызды видеода көрсетілгендей етіп жайып түйіп алатын боламыз. Барлық қамырларды осы видеода көрсетілгендей етіп түйіп алатын боламыз. Қамырларымызды видеода көрсетілгендей етіп бетін жауып 10-15 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Оған дейін майын қыздырып аламыз. Майын қызып болған соң тапамызға осылай пирожкилерімізді пісіріп алатын боламыз. Орташа алауда барлық пирожкимізді осылай қыздырып алатын боламыз. Достар, менің пирожкилерім осымен дайын. Баршаларыңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет, өте жұмсақ пирожки. Видеоны көрген жандар, ұнаса лайк басамыз. Баршаға рахмет.